Қазақстандық Андрей Чеботарев деген саясаттанушы басыдауға қалды. Ол Ресейдің насихатшысы, Украинаның дұшпаны деген жаманатқа қалды. Шын мәнінде солай ма? Әлде қолдан жасалған жалған ақпарат па? Кім білсін? Андрей Чеботаревтің өзі өлердегі сөзін айтып ақталып жатыр. Сыртымнан ғайбаттап жалған мәлімет таратты дейді. Желдің қай жақтан тұрғанын сезетінін де айтып, шыж-быжы шығып жүр. Украина елшілігіне де шығып, өзінің ақ екенін жеткізіпті. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Неге олай болғанда Украинада да әртүрлі адамдар бар. Әртүрлі блогерлер мен ақпарат құралдарының жүргізетін насихаты да бар. Ол жақтың насихатында ала-құлалық бұрыннан байқалады. Үлкен ел болған соң, ішінде арандатушылар да жетіп артылады. Естеріңізде болса, чат-рулетка деген сайтта украиндық интернет пайдаланушылар талай рет қазақстандықтарды арандатып жатушы еді. Осындай себеппен арандап қалып, жауапқа тартылған қазақстандықтар да бар. Әрине, украиндық арандатушылар Қазақстан мен Ресей арасына шоқ түсіргісі келеді. Енді міне, Украинаның Миротворец деген сайты Қазақстан саясаттанушысын Украинаның жауы, ал Ресейдің үгіт насихатшысы деп жариялапты. Бұл әрекет Қазақстандағы тұрақтылыққа бір тамшы болса да зиян келтіру болса керек. Қазақстанның ішінде Украинаны жақтаушыларда, Ресейді жақтаушыларда көп, ал сырттан арандату әрекеттері қоғамда қарама-қайшы көңіл-күй туғызатыны да бар. Андрей Чеботаревтің хикаясына байланысты неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы ақпарат таратты. Порталдың жазуына қарағанда, саясаттанушы Андрей Чеботарев Қазақстандағы Украина елшілігіне сауал жолдаған. Ол елші Сергей Павленкодан Украина мемлекетінің саясаттанушыға қоятын кінәрат талабы бар жоғын сұраған. Бұған Миротворец сайттың Чеботаревті Украинаның дұшпаны деп көрсетуі түрткі болған. Украина тарабы кейінірек бір жауабын беруге уәде берген. Чеботарев неге KZ тілшісіне түсініктеме берген екен? Портал оның мынадай сөзін келтірген. Қандай да бір жауап болса, мен оны міндетті түрде жария етемін. Меніңше бұл арандатушылық біздің тараптан болды деп сенімді түрде айталамын. Біреулер менің жеке деректерімді ұрлап, украиналық сайтқа жолдаған. Сондықтан мен ол адамды табу үшін осы жергілікті полицияға арызданып отырмын. Әсіресе оның артында Каспресс KZ тұруы бек мүмкін. Өйткені олар бірінші болып жариялады. Осы сайт болмаса, бұл жайында ешкім де білмес еді. Украинаның Миротворец сайты қазақстандық саясаттанушыны ресейлік үгіт насихатшы деп атап, барлық жеке деректерін фотосуретімен бірге жариялаған. Бұл дерек көзі өзін Украинаның ұлттық қауіпсіздігіне, бейбітшілікке, адам қауіпсіздігіне және халықаралық құқыққа қарсы қылмыстардың белгілерін зерттеу орталығы деп атайды. Украинаға қастық көзқарастағы адамдар туралы ақпарат жариялап отырады. Миротворец сайтының айдалада жүрген Қазақстан саясаттанушысы жайлы сөздерді неге сүйеніп айтып отырғанын кім білсін? Оны нақтылап келтірмеген, бірақ қазақстандыққа қара күйені аямай жаққан. Сайт тағы былай депті: Украина мен оның азаматтарына қарсы Ресей билігінің қылмыстарының сыбайласы. Ресей Украина соғысында Украинаға қарсы гуманитарлық агрессия әрекеттеріне қатысы бар. Украинаға көмек бергізбеу мақсатында жалған ақпарат таратады. Ресей агрессиясын және Украина азаматтарын өлтіруді ашық қолдай. Бұл енді ашықтан ашық ғайбат айту болса керек. Қазақстанда ондай адамның болуы екіталай. Сайт мұнысымен қоймай Чеботаревті Украина, Қазақстан, Армения және Өзбекстанға қатысты тапсырыспен мақала жазады. Бараева, Компромат СНГ, Взгляд на Восток, Дежурный по СНГ атты Украина, Қазақстан және ТМД елдеріне қатысты жалған ақпарат тарататын ресейлік телеграм арналарының желісінің редакторы және әкімшісі депті. Ал Чеботарев мұның бәрін теріске шығарып отыр. Бұл ақпарат жалған әрі жала дейді ол. Андрей Чеботарев Қазақстан азаматы ретінде Ресей мен Украина арасындағы жанжалға қатысты бейтарап ұстанымдамын. Екі тарапқа да жария баға берген емеспін. Жанжал бейбіт дипломатиялық жолмен шешілуі тиіс деген еліміздің ресми ұстанымын қолдаймын дейді ағынан жарылып. Міне, бар болғаны осы: жаланы жауып, азаматқа қоғам тарапынан қысым көрсетілуін, Ресей мен Қазақстан арасында дау туындауын көздеген сайттар осылай арандататын болса керек. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.